Көп жанның аузынан естейтініміз санаға сіңіп қалған таптаурындар. Кеопоп бағытында өнер көрсетіп жүрген 91 тобы өз әндерінде таптаурындарыңды бұзам, шекарадан ассын миың деп көптің ішінде өз дауысыңды тани біл дейді. Абай атамыз бұл турасында 14-ші қара сөзінде былай тарқатқан: айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау ерлік, батырлық. Ал түптеп келгенде бұл істің бәрі жүректен шығады. Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды. Түйіні, өзіңді танумен табудың жолы жүректі таза ұстаудан басталады. Сонда көптің соңынан ермей өз жолыңда боласың. Әрі қарай 15-ші қара сөзінде ақылды адам мен ақылсыз адамның ара-жігін ажыратып береді. Ақынның пайымдауынша ақылды адам жастайынан орынды, яғни пайдалы іске қызығып, кейін оны кәсіпке айналдырады. Сонда оның өкініші болмайдымыз. Ақылсыз адамның қымбат шағын бағасыз нәрсеге қызығумен өткізіп алып, кейін өкініші кетпейді. Ал бұндай өкініштерді болдырмаудың жолы өзіңе есеп беруде жатыр дейді ақын. Тым болмаса бір рет мен не білімге, не дүниеге жарамдық қандай іс қылдым деп сұрау сал. Бәлкім сонда ойланарсың, қай ісіңнің қайыры барын, қай шаруаңның пайдасы азын. Он бірінші қара сөзінде ақын өз заманының азып бара жатқанынан алып, тағы да көңіл көншітпейтін ұры-қарылық туралы сөз қозғайды. Ал 12-ші мен 13-ші сөздерінде өтірікпен ақталудың өте нашар екендігін айтады. Ақын Абайдан қалған қара сөздерін келесі шығарылымдардан тыңдай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.